Сәлем достар, қалайсыздар? Қайырлы күн. Бүгін сіздермен Кореядағы үй жалдау тақырыбына байланысты әңгіме айтатын боламыз. Бұл ақпарат Кореяға көшіп келетіндерге немесе оқуға студент ретінде келіп жатқан адамдарға пайдалы болады деген ойдамын. Кореядағы ең атақты үйлердің үш түрі бар. Ол бірінші апартаменті, яғни апаты, екінші вилла, үшінші жутек деп аталады. Ақпаратты ауызша ғана айтып қоймай сіздерге үйді көрсетейін. Бұл біріншісі жутек деген үйлер. Бұл ескі түрдегі Кореяның дәстүрлі үйлері. Мұндай үйлер дәуірі ұзақ болмайтын шығар, себебі Кореяда жері кішкентай, өте қымбат. Бұлай аз қабатты үйлер салу жалпы тиімді емес. Әр жылы бұндай жутектерді бұзып, биік үйлер салынып жатыр. Бірақ көп қабатты үйлерге қарағанда нағыз Кореяның атмосферасын сезіндіретін үйлер деп айтсам болады. Бұндай үйлерде бір немесе екі бөлмені жалдай аласыздар. Ескі болғандықтан бағалары салыстырмалы түрде арзан, айына $200-400 арасында. Үй размері, қаншалықты іші жақсы жасалған, жиһаз бар жоғына байланысты баға өзгере беруі мүмкін, және қалаларға да байланысты. Ең арзан варианты, яғни бұл үйлердің, сондықтан егерде кішкене ақшаны үнемдеу керек болатын болса, жутектерден іздеп көрсеңіздер болады. Мұнда бұрын мынандай бір қызық факт болған, яғни бізде Корей курсын оқып жатқан кезде мұғаліміміз айтып берген. Жалпы осы жутектерде бірінші қабатында немесе үйдің жанында сіздің үй иелері бірге өмір сүретін болғандықтан, жаңа контракт толтырған кезде қосымша ақы төлесеңіздер, сізге тамақ пісіріп беру немесе үй тазалау сияқты сервисін жасап береді. Үй иесі әйел апай келеді де үйіңізді тазалап, тамақ жасап береді күнделік. Бірақ қазір қаншалықты ол нәрсенің актуальна екенін білмеймін, бірақ бұрынғы жалпы шетелден келген студенттер сондай болған деп естігем. Екінші үй түрі ол вилла, яғни кәрше билла деп атайды. Ол ескі емес, салыстырмалы түрде жақында салынған жаңа үйлер. Ескілерде әрине табылып қалуы мүмкін, бірақ соған байланысты бағалары да өзгере береді. Жаңа әдемі болған сайын, ішінде жиһазы болған сайын, ремонты жақсы болған сайын бағасы да өсе береді. Егер осындай вилладағы бір бөлмелі үйдің бағасын айтатын болсақ, онда ол айына $250 және $400 арасына дейінгі болуы мүмкін. Бірақ егерде екі бөлмелен аламыз немесе одан да көп бөлме керек болатын болса, онда ол уже $350 солай көбейіп, бағасы шексізге дейін кете береді. Үшінші үй түрі апаты, яғни апартаменттер. Ең жаңа, әдемі, күшті, комплексті үйлер өте ыңғайлы және элитный деп саналады. Мен сіздерге күштісінен таңдап осылай элитный үйге келіп түсіріп жатырмын. Басқа үйлермен айырмашылығын, контрастын көрсету үшін. Бұндай комплекстерде өзінің мектебі, тіпті кішкентай балаларға арналған балабақшасы, площадкасы, ойнайтын, спорт айналысатын жерлері, бассейн, кофейн, ресторан, аптека, магазин сияқты, 24 сағат бойы істейтін магазин, парк сияқты барлық керекті нәрселердің барлығы болады. Яғни сіз осы үйдің комплексінен шықпай-ақ керек нәрселеріңізді қолданып жүрсеңіздер болады. Өте биік үйлер, және де көп адам қолы жете бермейтін үйлер. Бұндай үйлерге жалдап алу $100,000 басталып, ары қарай бағасы өте кете береді. Бұндай үйлерді тіпті Корей халқының өзі қолы жете бермейтін үйлер, тіпті сатып алудан бөлек жалға ала алмайда жүрген халқы көп. Үйдің қымбат бағасын естіп кішкене таңғалып қалған шығарсыздар, бірақ Кореяда үйді жалдап алудың шарттары кішкене басқашалау. Бұл жерде үйді бірінші меме деген ол сатып алуы, және де жалдап алудың екі түр бар. Біреуі өлсе, екіншісі чонсе деген. Өлсе деген ол кәдімгі ай сайынғы төлеп тұратын үйді жалдап алу түрі. Бірақ ол жерде Кореяда кішкене нюанс бар. Контрактке отырған кезде, үйге көшкен кезде, ол 1 ай, 2 айға емес, кәдімгідей ұзақ мерзімге сіз контрактке отыру керексіз. Ол как минимум 2 жыл. Ол үшін 2 жылға контрактіге отырмас алдын сіз жаңағы үйдің депозитін
үйге депозит төлеу керексіз. Бұл депозит деген сіз егер мысалы ай сайынғы ақшаны төлемей уақытында төлемеген болсаңыз, немесе үйдің мүлкін немесе бір жиһазын сындырып бүлдіріп қойған жағдайда сол ақшадан есептеп алынады. Ал егер сіз бүкіл шарттарын орындап ай сайын төлеп таза тұрып жиһаз ештеңесін бүлдірмей кәдімгі көшіп келген кезде қандай болды, сөйтіп көшіп кететін кезде тура солай тапсырсаңыз үйді, онда депозитіңізді сізге толықтай қайтарып береді. Ал енді Джонсе деген не дейтін болсаңыздар, ол жерде сіз үйдің бағасының, яғни үйді сатып алатын кездегі бағасының 80%-ын үй иесіне бересіз депозит ретінде, және де сол 2 жыл бойы, мысалы үй контрактке отырған мерзім бойынша сіз сол уақытта тегін тұрасыз, ай сайын төлемейсіз. Бірақ яғни енді услуганы ғана төлеп тұрасыз. Ал сіз егерде бүкіл шарттарды орындап, жаңа айтып кеткендей, барлық таза тұрып ештеңесін бүлдіріп қоймайтын болсаңыз, онда көшіп баратқан кезде жаңағы сіздің 80%-ыңызды өзіңізге қайтарып береді. Көп кәріс халқы солай жасайды. 80%-ды сол үй иесіне депозит ретінде береді де, сөйтіп сол тегін тұрып жатқан кезде өздеріне жаңағы үй сатып алуға ақшаларын жинап жүреді. Сөйтіп көшетін кезде үйдің депозитін қайтарып алады және өздерінің жинаған ақшасын қосып үйді сатып алатын кәрістер де бар. Енді бөлмелерге байланысты әңгіме айтайық. Ол бөлмелер 1 room, 2 room, 3 room деп, яғни 1 бөлмелі, 2 бөлмелі, 3 бөлмелі деп солай кете береді. Жалпы осы Кореяға келген жалғыз тұратын студенттер көбінесе 1 room, яғни 1 бөлмелі үйді жалға алып жатады. Ол 1 бөлмелі болғанымен бір адамға қажетті дүниенің барлығы сол 1 бөлменің ішінде болады. Ал егер де мысалы сіз отбасыңызбен келетін болсаңыз, онда 1 бөлме ол кішірек болады. Сондықтан көбінесе 2 бөлмелі немесе 3 бөлмелі үйлерді жалдап жатады. Үйді қалай іздейміз деген сұрақ туындайтын болса, онда бұл жерде 2 жол бар. Бірінші жолы ол мобильдік қосымшалар арқылы. Бұл жерде мобильдік қосымшалардың өте көп түрі бар. Оның ішінде мен сіздерге қазір орын айтып берейін. 3-ші орында ол Чикпан деген приложение, 2-ші орында ол Табан деген приложение, ал 1-ші орында ол Нейбо Пудонгсан деген мобильдік қосымша бар. Ол мобильдік қосымшалардың қолданылуы өте оңай. Сіз өзіңіздің іздеп жатқан районыңызды белгілейсіз, қандай, яғни сатып аласыз ба, жалға аласыз ба, соны белгілейсіз, және де сіз апартаментте тұрғыңыз келе ме, виллада тұрғыңыз келе ме, соларды белгілегеннен кейін сізге сол бойынша нәтижесі шығады. Үй жалдап алып жатқан кезде контрактіге 3 адам қатысады, 3 өкіл, яғни. Бірінші ол сіз, үйді жалдап алушы, екінші үйді жалға беруші, яғни үйдің иесі, үшінші ол агенттік. Сіз үйді жалдап алып жатқан кезде қомақты ақшаны бергендіктен, ол ертең көшетін кезде соны қайтарып алуыңызға агенттіктер кепіл болады.